Түркістан облысының полиция департаментінің жаңа ғимарат ашылды. Әкімшілік іскерлік орталықта орналасқан полиция департаментінің жаңа ғимаратының ашылу рәсіміне ішкі істер министрі Марат Ахметжанов, Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды, мемлекеттік және құқық қорғау органдарының басшылары қатысты. Мемлекет басшылары сәулеттік стиліне үйлесімді көп қабатты нысанның лентасын қиып аралап шықты. Жаңа ғимаратта тәртіп сақшылары алаңсыз жұмыс істеу үшін қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етіліп, барлық жағдай жасалған. Одан бөлек полиция департаментіне тиесілі соңғы заманауи үлгідегі көліктер, мобильді кешендер және қару-жарақтармен таныстырылды. Биыл біздің Түркістан облысына 5 жыл толып отыр. 5 жыл бұрын біздің Түркістан облысы құрылып, және де облыс орталығы Шымкент қаласынан Түркістан қаласына орталығы болып белгіленіп бекітілді. Қазір осы аз уақыт болса да, біздің Түркістан облысымызда әрбір экономикалық болсын, басқа жағынан көрсеткіштеріміз жаңа белестерді алып, динамикасы жыл сайын ұлғаюда. Өздеріңіз көріп отырсыздар, міне қазір Түркістан қаласында жаңа келбеті пайда болып, жаңа нысандар бой көтеріп, міне бүгінде сондай бір қуанышты жағдайда бас қосып отырмыз. Қазіргі таңда барлық халыққа қызмет ететін тиісті нысандардың құрылысы аяқталып, сонымен қоса құқық қорғау органдарына да осы жаққа көшіп, барлық тиісті жағдайлар жасалып келе жатыр. Солардың біреуі міне бүгін өздеріңізбен бірге полиция департаментінің жаңа ғимараттарын ашудамыз. Осымен қоса және де бір бізде жедел басқару орталығы да ашылуында жиналып отырмыз. Одан бөлек өңірімізде қоғамдық тәртіпке сақтауға өз үлесін қосу үшін ұлттық ұлан әскери бөлімін құру қолға алынды. Ұландықтарды орналастыру үшін Түркістан қаласынан арнайы ғимарат белгіленіп, онда қазір құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Биыл онда тапсырысқа береміз. Сондай-ақ департаменттің арнайы алаңында мемлекеттік ту көтеріліп, жеке құрамның салтанатты саптық шеру өткізілді. Министр әріптестерін заманауи талаптарға сай жасақталған жұмыс орнымен құттықтап, қызметтеріне сәттілік тіледі. Полицияның кедергісіз қызмет етуіне әкімдік тарапынан барлық қолдау көрсетілуде. Былтыр ғана полиция қызметкерлеріне 252 жаңа көлік табысталса, биыл тағы да 30 автокөлік алынды. Бүгінгі таңда облыс аумағында жалпы 12 стационарлық полиция қызмет бекеттері орнатылды. Тиісінше облыстағы ішкі істер саласының басшылығы мен қызметкерлер қырағылықпен еңбек етіп, нәтижелі жұмыс көрсетуде. Ішкі істер министрінің басшысы Марат Ахметжанов киелі өңірдегі сапарын облыс орталығы Түркістан қаласындағы туристік полиция қызметімен танысудан бастады. Еліміздің бас полицейі туристік аймақта тұрғындар қауіпсіздігін сақтайтын полицейлерді тексерді. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуде, қылмысқа қарсы күресте полицияның орны ерекше. Күн сайын полиция қызметкерлері азаматтардың тыныштылығын адал қорғап, қарулы қылмыскерлерді ұстап, құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуде. Бүгінгі күні мемлекет басшысы полиция алдында үлкен міндеттер қойып отыр. Полицияның тиімді қызмет атқаруына мемлекет тарапынан көптеген қолдау көрсетілуде. Қызметкерлердің еңбек ақысы өсіп, тұрғын үй төлемдері алатын қызметкерлер көбеюде. Ішкі істер органдарының материалдық, техникалық базасы жақсаруда. Айта кетсек, облыстық полиция департаменті ғимараты толық заманауи техникамен жабдықталып, жиһаздары орнатылып пайдалануға берілді. 4 қабатты ғимараттың ауданы 15.365 шаршы метр. 470 адамға арналған полиция департаменті ғимаратының жалпы жер аумағы 4000 шаршы метр. Ғимарат бірнеше блоктан тұрады. Мәжіліс залы, спорт зал, тир, арнайы автотұрақ, автокөлік жуу орнымен қамтылған. Жаңа ғимараттың жанында еліміздегі ең ірі кешеннің бірі. Соңғы үлгідегі 126 монитор орнатылған. Жедел басқару орталығы орналасқан. Бұл орталық арқылы облыстағы көшелер мен жолдар, барлық білім ұялары тәулік бойы қадағалауда. Полиция жұмысының қайнар көзі саналатын орталықта 102 желісіне қоңыраулар қабылданады. Қарлығаш Байгөбек, Қайыржан Бекберген, әділет ақпарат.